Тары ұзақ мерзімге сақталатын құнды дақыл. Халқымыз жауынгер дақыл деп те атайды. Себебі тары қуаңшылыққа, аңызаққа және ыстыққа төзімді. Диқандардан көп күтімді мүлдем талап етпейді. Ғалымдар тарының шығу тарихы 5 және 7 ғасырларда тамыры тартады деп жазып жүр. Әлемде тарының 500-ден астам түрі өсетіні туралы да деректер жоқ емес. Бұл бағалы дақыл тұңғыш рет шығыс елдерінде, соның ішінде Үндістан, Моңғолия, Алтайда шыққан деген пайымдаулар алға тартылуда. Тарының бағалы да құнарлы дақыл екенін ата-бабаларымыз ертеден білген. Сондықтан да артына кеспе көже күн батқанша, бидай көже ел жатқанша, тары көже таң атқанша деген сөз қалдырған. Тарының тағам ретіндегі құнары, жұғымдылығы, денсаулыққа пайдасы ғылымда әлде қашан дәлелденген. Адам ағзасына тоқтықты дарытумен бірге емдік қасиетімен де қадірлі. Ол адамға күш-қуат береді, бауырдың жұмысын жақсартады, қан қысымын реттейді және ішек-қарын жұмысын жақсартады. Ғалымдар басқа да емдік қасиетімен бірге адам ағзасындағы улы заттарды жоюға да септігі бар дегенді айтады. Тары адам ағзасына керекті дәрумендердің қайнар көзі. Онда ақуыз жеткілікті. Аллергияға әсер етер глютен жоқ. В тобындағы дәрумендерге бауырға қажетті холинге бай. Сүйекке, жүрекке, иммунитетті көтеруге керек магний мен фосфор, калий, цинк өте көп. Онда көз жанарының бұзылуына әсер етерлік заттардың әрекетін тежейтін антиоксиданттар да бар. Өте жұмсақ пісіріп жеуге болады. Өт қабы мен өт жолдарына пайдасы бар. Соның ішіндегі цинк адам ағзасындағы құрттарды түсіруге көмектеседі, яғни глицинмен күресуге көмектеседі. Тары ботқа мен оның сорпасы ағзадағы артық холестерин мен токсиндерді, дәрілердің қандай ұйып қалған қалдықтарын сыртқа шығаруда үлкен көмегі бар. Бауырға да пайдалы. Тары ботқасы ағзаны қуаттандырып, артық тұзды сыртқа шығарады. Тарының зиянды жақтары да бар. Ескерте кетейін. Тарыны шамадан көп жеуге болмайды. Қалқанша безі жұмысына әсер етіп, гормондарды түзу қызметі төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ ағзасында йод тапшылығы бар жандар тұтынбаған абзал. Тары ботқасы сау адам ағзасындағы зат алмасу процесіне кері әсер тигізбейді. Тек ғалымдар тарыны күндізгі нәрдің көзі ретінде тұтынбауға кеңес береді. Сондай-ақ гастритке шалдыққанда жеуге болмайды. Соңғы кезде байқасаңыздар, Қазақстанымызда тары шай мен тары кофе пайда бола бастады. Тары шайдан көптеп адамдар дәм татып көргеннен кейін, оның пайдасы менен оның жағымды әсері бар екенін байқап жүр. Осы тары шай және тары кофе туралы айтып берейін. Жалпы шай мен кофенің бұл түрін әзірлеудің еш қиындығы жоқ. Алдымен шәйнекке науат, артынан шай немесе кофе ұнтағын жақсылап шайылған тары салып, сүтпен қайнаған су құясыз. Осылайша тары қосылған шайымыз бен кофеміз әп-сәтте дайын болады. Еліміздің көптеген аймақтарында кеңінен танылып жатқан тары шай мен тары кофе ерекше дәмі және хош иісімен адамдарды өзіне тез баурап алады. Әсіресе бұл ауылдың қазақи дастарханы мен кең даланы аңсап жүргендерге қатты ұнайтыны сөзсіз. Сонымен қатар тарының иммундық жүйені ретке келтіріп, ас қорыту, ішек жұмысы мен қан айналымын жақсартатыны да дәлелденген. Сол себепті тары қосылған шай мен кофені
оқта-текте этно-кофелердің ішінде ішіп тұрған дұрыс. Күнделікті тұрмыста қолдансақ тіптен жақсы болар еді деп ойлаймын. Басаңыздар, тары қосылған шайдың сұранысы соңғы кезде артып келе жатыр. Демек, тарының жалпы адам ағзасына тигізетін әсері туралы халқымыз меңгерген сияқты. Қазірдің өзінде меңгерді десек қателесеміз, біздің тары ежелден келе жатқан халқымызға сіңімді, сондай жағымды өнім деп білемін. Видеом пайдаңызға жарасын. Егер ұнаса, лайк және подписаться нүктелерін баса кетіңіздер.